Ассалаумағалейкум, асылдарым, жақсыларым. Бүгіннен бастап болашақтағы біз деген айдарымызды айтамыз. Және де бұл жерде телеарналардан көрмейтін жаңалықтарды осы YouTube арнадан көретін боласыздар. Сәлден кейін көретіндеріңіз. Ойланып көріңізші, барша халықтардың бәрін не біріктіреді? Әрине, адам баласы болғаннан кейін бізге су, тамақ, автокөлік, баспана, жалпы негізі осының бәрін біріктіретін ақша керек. Ал енді ақшаның бүгінгі таңдағы маңызы өте зор. Өйткені біз ақшаны табу үшін дүниедегі ең қымбат уақытымызды жұмсаймыз. Әрине, ақша табуда оңай емес, оның бәрін жолдарын қиындатып жүрген қазіргі уақыттың еншісінде. Жалпы кез келген ақша аударым жасағансаңыз, сіз делдалдар арқылы, кредиттік комиссиялар, банктер арқылы жұмыс жасайсыздар. Ең құрғанда сіздер өздеріңіздің карточкаларыңызда Visa, MasterCard деген сөздер қарасаңыздар, ол ақша айналымының бәрі бүкіл шетелдегі осы платежный системалар арқылы айналып келетіні өтірік емес. Ал болашақта қандай болмақ? Қандай өзгерістер күтіп тұр? Блокчейн технологиясы, биткоин, басқа да осындай криптовалюталардың заманында қандай өзгерістер болу керек екенін айта кетейік. Жалпы крипто деген сөз жасырын құпия деген мағынаны білдіреді. Криптовалютаның атасы саналатын 2009 жылдан бері сіздерге белгілі Сатоши Накамото деген жапондық азаматтың шығарғаны белгілі, бірақ оның түр-түсін ешкім осы уақытқа дейін көрген емес. Ал енді біздің Қазақстандағы криптовалютаға деген көзқарас қандай? Жалпы сіздердің барлықтарыңыз білесіздер. Бұрын қағаз ақшамен сауда жасап жүрдіңіздер. Қазіргі уақытта Каспи, басқа да банктердің мобильді құрылғылары арқылы сіздер қазір өздеріңіз бір-бірлеріңізге сандарды лақтырып жатырсыздар. Әрине, сіздердің сандарыңыз бір-бірлеріңізге ауысқанмен реальный ақшаларыңыз банктердің оборотный средстволарын көтеріп тұрғанын байқамай да жатсыз. Негізі осының бәрі өмірімізді немесе даму кеңістіктегі біздің адамзаттың өркениеттің дамуына үлкен септігін тигізіп жатқаны рас. Әрине, сіздер білесіздер, бұл сіздердің уақыттарыңызды үнемдеп жатыр. Яғни дүниедегі ең қымбат нәрсе ақша емес, сіздердің уақыттарыңыз және де сіздердің араларыңыздағы бір-біріңіз деген сыйластықтарын ұмытпау керек. Ақша маңызды емес. Криптовалюта қалай болатын әлемдік ғалымдардан бір сәт қарап көрейікші, шоу жасайық. Биткоин — это новый интернет-протокол, который позволяет передавать ценности по определенному каналу связи. Можете думать о нем как о возможности отправлять золото так же легко, как вы отправляете имейл. Можно отправить любое количество денег кому угодно, в любое время. Ее не могут арестовать, конфисковать или заморозить. Очень полезная технология. Сатоши Накамото деген кісінің есімін қазақша аударсақ, ол көреген немесе белгілі бір жүйенің ішіндегі алдын ала ойластырылған деген адамның мағынасы шығады екен. Мүмкін бұл оның псевдонимі да болуы мүмкін. Сатоши Накамото әрбір математикалық алгоритмді шешкен сайын оны биткоин деп атаған болатын. Қазіргі таңда биткоиннің бағасы $40,000 төбесіне шығып бара жатқанын өздеріңіз білесіздер. Әрине, оның эмиссиясы жалпы өмірдегі шығатын биткоиннің саны небары 21 миллион ғана шығуы тиіс. Қазіргі таңда 18 миллионнан аса биткоин шыққаны белгілі, және де оның бұрынғы кездегі ешкім мән бермеген кезде олардың 3 миллиондай биткоины кошелектарда жоғалып кеткенін білесіздер. Білмесеңіздер, ол туралы да ақпараттар интернет желісінде көп, және де сіздерге тағы бір мына кісілердің сөздеріне көңіл аударыңыздар дегім келеді. Использование биткоина особенно важно в развивающихся странах, где миллиарды людей живут без элементарных банковских услуг. Люди, которые видят цену все время, особенно в развитых обществах, они больше фокусируются на цене и думают, что биткоин — это исключительная инвестиция, и что он идет вверх и вниз, как акции, основанные на ожиданиях и новостях. Но дело в том, что есть много людей в странах с отсталой экономикой. У них нет много биткоина, но они владеют им. И владеют потому, что им это нужно. Они не надеются стать богатыми. Им просто нужно защититься от разрушающихся фиатных валют и от контроля капитала. Поэтому, когда люди думают об этом как об инвестициях, они должны понимать, что причина, по которой биткоин так интересен, заключается в том, что это будущие деньги для мира, а не потому, что это может стать отличной инвестицией. Енді мынандай сұрақ туады, криптовалютаның артықшылығы не деп? Сандық валютаның артықшылығы
олар математикалық алгоритм есептермен және де әріптерден тұрады. Оны ешкім сындыра алмайды және де оны ешкім қайтадан шығарып ала алмайды. Осының ең құндылығы сонда. Әрине сіздер білесіздер, қазіргі ақшаны ксерк сияқты аппараттар күнделікті печат етіп жатқан және де олардың саны да сапасы да белгісіз. Транзакция жүрген кезде олар тез арада транзакция жүреді және де децентрализованный сеть басқарылмайтын жүйеде болғандықтан ол адамдардың арасында транзакция посредниксіз, делдалсыз тез арада жүретін болады. Және де ол жердегі сіздің сандық цифрлық ақшаларыңызы ешқандай мемлекеттік налоговый комитет ешкім бұлғақтап тастауы мүмкін емес. Сондықтан криптовалюта деген ол адамдардың арасындағы бір-біріне сенім артқан, сенімге енген сондай құнды дүние. Және де криптовалютаның өздеріңіз білесіздер, девальвация, инфляциядан үлкен қорғалған жерлері бар. Ал енді ақшаның жағдайын өздеріңіз айтпаса да белгілі. Дәл қазір биткоин арқылы Илон Масктың Тесласы және де Стив Джобстың Apple компаниясының әрбір тұтынушыға керек жарақтарын бәрін сатып алуға мүмкіндіктері бар. Биткоинді қазіргі уақытта Евроодақ қабылдаса, ал Жапон мемлекетінде ол қолданысқа кіргелі қашан. Сондықтан біздің еліміз неге ол биткоиннан қорқады, немесе постсоветтік елдердің бәрінде биткоин немесе осындай криптовалюталар қашан жүйелі заңмен қорғалған дұрыс қалыпты жұмыс жасайды. Ол әлі белгісіз, неге екені белгісіз, өйткені біздің адамдардың бәрі өзгерістерден қорқатын сияқты. Алдағы не күтіп тұрғанын сіздер білсеңіздер. Кезіндегі сабан ақшамен да жүрген кезде біз MasterCard, Visa картқа өткенде біздің үлкен кісілеріміздің бәрі одан қорққан болатын. Қазіргі уақытта неден қорқамыз? Өзгерістерден қорықпау керек. Оны шетінен алып, өзіміздің керек жарағымызға жаратуымыз керек. Сондықтан Қазақстанда осы саланы біз алғашқы рет қолға алып, өзіміздің жасап шығаратын дүниелерімізді, құндылықтарымызды цифрлық жүйеге енгізгіміз келетіні анық. Сондықтан осы туралы әлемдік кереметтердің айтқандарын естейікші. Децентрализованная природа сети биткоин исключает какие-либо ошибки. Его невозможно взломать или закрыть. Транзакции биткоина происходят от человека к человеку, без необходимости третьих лиц. Это означает, что пользователи полностью контролируют свои деньги. Его просто невозможно закрыть, и это самое лучшее в нем. У биткоина нет никакого единого места. Нельзя его просто застрелить, например. Нет никакого центрального правительства, его нельзя закрыть. Единственный способ — выключить интернет. Құрметті асылдарым, жақсыларым, келесі жолғы видеороликте сіздер криптовалютаның қолданыс аясындағы және де әлемдік рыноктарда қалай жүзеге асып жатқан туралы кішігірім обзор жасайтын боламыз. Сіздердің толғандырған сұрақтарыңыз болса, бізге астында комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Жалпы негізі жақсы өзгерістер өзімізден басталады, өзгерістерден қорықпауымыз керек. Сіздермен алдағы күндері кездескенше, егер видеоролик ұнаса, астына лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерді қызықтырған сұрақтарыңызға келесі жолда міндетті түрде жауап беретін боламыз. Сіздермен бірге болған сіздердің достарыңыз.